9 миллион сұрап тұрған машинамды қалай 800 мыңға берем? Айтыңыз. Әй, мен саған 800 мыңға бер деп тұрған жоқ. Вот адам-ау. 800 мың теңгеміз бар, қалған біртіндеп әйтеуір жинап береміз деп тұрмын. Енді ағайын туыстай болып кеттік. Өзі ғой ана күн үйде жеңше деп жүрдің ғой айналайын. Бір апта болды Астанадан келгелі біздің үйде жатқаның дұрыс па? 3 мезгіл тамақ ішесің, еще аузы берік емес. Соны айтам. Кешке жақын еще бізбен ауыз ашасың айналайын. Үйде телефоның зарядтайсың, душқа түсесің, светті жағып ұйықтайды екенсің. Қанша светтің ақшасы? Соның бәрін өзіміз жинасақ, мынандай машинаны өзіміз алады деп қой. Ағайын туыс деп отырып қой. Балам айналайын, мені ренжітпе. Мені ренжіткен адам ешқайсы жақсы болған емес. Айтшы өткенде бала не болды? Мен ренжіткеннен бір күннен кейін ана сотрясение алған ба, больница түсіп? Не болды сол? Ой, страшный болды. Ана бір ата не болды? Жақсы, болды, берем. 800 мың теңге беріңіз. Берейін, әкел. Қалған қашан бересіз, өзіңіз айтыңызшы. Қашан бергенде біз осы 800 мың қанша жинадық өзі? Ой, 3 жыл жинадық. Ой, 3 жыл жинадық. Жақсы, өзіңіз беріңіз. 3 жыл, өстіп құтыламыз. 2030 бар.